Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Тағы да осындай ерекше салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалады. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Ол үшін бізге копченый курица, яғни қақталған, тұздалған тауық етін қажет болады. 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Қатты үлкен етпеңіздер, жегенге ыңғайсыз болады. Тәрілкімізге салып, енді келесі қиярымызды турайтын боламыз. Оны да 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Осылай турап алыңыздар. Оны да қазір тәрілкімізге салып, келесі жұмыртқамызды турайтын боламыз. Жұмыртқамызды да 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Осылай турап алыңыздар. Қанша штук кететін, астына жазып кететін боламын. Оны да тәрілкімізге салып, келесі бізде помидорымызды тураймыз. Помидорымыздың ішін алып тастайтын боламыз, өйткені сулы болып кетеді. Осындай етіп, ішін алып тастап, сулы жерін бір кесеге салып қойсаңыздар болады. Тамаққа қосып жіберіңіздер, тастамаңыздар. Тамаққа қосып жіберсеңіздер болады. Осылай етіп, оны 4 бұрышты етіп турап аламыз помидорымызды да. Тәрілкімізге салып, енді бізге салат жапырақтары қатты үлкен емес, кіші емес етіп турап аламыз. Ортасынан бір бөліңіздер, жегенге ыңғайлы болады. Майонезімізді салып араластыратын боламыз. Тұз салудың қажеті жоқ, өйткені біздің тауық етіміз тұздалған. Жақсылап біріктіріп араластырып алатын боламыз. Осы жасалып жатқан салат менде 2 тарелка шығады. Тәрілкімізге саламыз. Әдемі тәрілкіміз болса, осылай салып алсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаңыздар. Өте жеңіл салаттың түрі ас болсын. Рахмет.